Адамдар вампир сөзін естігенде көбінесе Дракула сияқты әйгілі қиял кейіпкерлерін, немесе Дракуланы жасап шығаруға шабыт берген Влад Цепешті елестетеді. Мүмкін жас адамдар шынайы қан, жоғалған адамдар фильмін, немесе Сумерки фильміндегідей жарқыраған вампирлерді есіне алатын шығар. Бірақ нақты оқиғалардан, немесе адамдардан шабыт алынған вампир туралы басқа да оқиғалар бар. Петр Благожевич 1700 жылдары Сербияда өмір сүрген адам. Басқалар сияқты қайтыс болған адам. Алайда кейбір әңгімелерге сүйенсек, ол өлмеген. Ол қайтыс болғаннан кейін 10 апта өткенде 9 адам жұмбақ аурудан кенеттен қайтыс болады. Ал олар қайтыс болғанға дейін Петр Благожевич олардың түстеріне еніп үрей тудырғандарын айтады. Петрдің ұлы әкесі қайтыс болғанда 3 күннен кейін ас үйді көріп, тамақ сұраған, содан кейін ұлы жұмбақ жағдайда қайтыс болғандығы айтылады. Түнде марқұм күйеуі көрініп, 2 аяқ киім сұрағаннан кейін Петрдің әйелі қаладан қашып кетеді. Бұл іске әскерилер шақырылып, Петрдің денесі қайта ашылады. Куәгерлердің айтуынша, ол тыныс алып, ашық көздері қозғала бастаған. Сол сәтте оның жүрегіне ағаш қадалып, осыдан кейін Тарантино фильмдеріндегідей, одан қан кетіп, денесі отқа оранып, өлім мен түс бірден тоқтады. Альник қамалының вампирі. Вампир ұғымы пайда болғанға дейін өмір сүрген. Оқиғаны Нью-Берттегі Уильям атты ағылшын шежіреші жазған. Ол өзін алдап жүрген әйелін аңду барысында тап болған арғы дүниеден қайтып келген ер адам жайлы жазды. Қысқасы, үйдің төбесінде отырған жерінен құлап түсіп қайтыс болған адам. Кейін оба ауруын тарататын шіріген дене тәрізді елес кейпінде қайтып келеді. Уақыт өте келе, діни қызметкерлер өз шерушілерін жинап, вампирдің қабірін табады. Олар мәйітті қазып алып, оның денесіне күрек қадайды. Денеден жылы қан ағып, бұл олардың мәйіттің тірі, әрі адамдардың қанын ішіп жүр деген күдіктерін растайды. Бұл Брам Стекердің Дракуласынан 800 жыл бұрын болғанын ұмытпаңыздар. Мәйітті өртегеннен кейін адамдарға жасалған шабуылдар тоқтап, тыныштала бастады. Бір 1969 жылы Лондондағы Хейгет зиратында жануарлардың толық қансыз денелері табыла бастады. Олардың мойындарында таныс жаралар болды. Куәгерлердің айтуынша, зұлым, ауралы және гипноздық көрінісі бар ұзын адамның қараңғы бейнесі туралы әңгімелеп берді. Куәгерлердің бірі тіршілік иесімен кездескеннен кейін зираттан кетуге тырысып, шатасып, жолдан адасқанын, кенет алдынан сол вампир пайда болып, гипноздап қайта жоқ болып кеткені жайлы айтады. Бұл туралы баспасөзде айтылғаны вампир аңшыларының зиратқа көп келулеріне себеп болды. Олар бірнеше қабірлерді ашып тастады. Соның арқасында көп ұзамай, зиратты түні бойы жабу туралы шешім қабылданды. Уақыт өте келе, вампир туралы әңгімелер ұмытылып, бәрі қалыпты күйге оралды. Вампирлермен бәсекелесе алатын нәрсе тек елес деп ойлаймын. Алайда көз алдарыңызда одан да қорқынышты нәрсені елестетіп көріңіздерші. Елес вампир. Сава Савановичпен танысыңыздар. Сава ескі диірменде тұратын және қараңғы түскеннен кейін ғимаратқа жақындаған ұқыпсыз саяхатшыларды жеп жүрген сербиялық вампир еді. Саванович осы тізімдегі басқа қантөгерлер сияқты өлтірілмеген, немесе қуылған жоқ. Жергілікті аңыз бойынша ол жай адамдарға шабуыл жасауды доғарған. Осы уақытта ол тұрған диірмен ұрпақтан ұрпаққа беріліп, әрбір жаңа иесі вампирден қорқып ғимаратты жөндемеген. Уақыт өте келе ол толықтай құлады. Енді жергілікті тұрғындар Саваны ұзақ ұйқысынан оянып, жаңа үй іздеп Сербияда кезіп жүр деп санайды. Мұндай мәлімдемелерді тек ырымшыл тұрғындар ғана жасамайды. Бұл ескертуді жергілікті кеңестің өзі шығарды. Әрине, мүмкін бұл жергілікті туристік кеңестің жарнамалық әдісі болар. Мен бұған сенгім келеді. Бұл оқиға 1800 жылдағы Кронвелл отбасы Кумбриядағы Кроглин Гранж деген үйге көшкен кезде басталды. Кронвелл ханым бақтағы бір жарқырауды байқайды, бірақ оған аса мән бермейді. Түн ортасында терезеден кіріп, ұйқы бермей тұрған шамдардан оянып кетеді. Алайда бұл қарапайым шам емес еді.
Ол терезеден қарап тұрған бір көздерді байқайды. Кромвелл ханым қорқыныштан қатып қалады. Ал тіршілік иесі біртіндеп терезені ашып, шіріген қолын ішке қарай соза бастады. Бауырлары оның айқайын естіп көмекке жүгірді. Олар қараңғыда мысық сияқты нәрсенің жоғалып, әпкелерінің мойнындағы жарадан қан ағып жатқан кезде келеді. Ағайындар вампирді жоюды шешеді. Біраз уақыттан кейін олар мүлікке оралып тұзақ ұйымдастырады. Кромвелл ханым алғашқы шабуыл жасалған бөлмеде ұйықтап жатқандай кейіп танытты. Вампир тағы да терезеден өтпек болғанда, ағайындар бөлмеге мылтықпен кіріп, оған оқ жаудырады. Вампир айқайлап қашып кетеді. Келесі күні ағайындар ашулы топты жинап, зираттан ашық қабірді іздеп табады. Ішінде мыжылған сүйектер мен ашық табыт табылды. Ал оның ішінде жаңа жарақаттары бар бір мәйіт жатты. Міне осы кезде денені өртеп жіберді. Юре Грандо 1656 жылы қайтыс болған Хорватиядағы оқиғадан келген шаруа. Аңыз бойынша ол қайтыс болғаннан кейін 16 жыл ішінде жергілікті тұрғындарды қорқытады екен. Сол кездегі ресми Стриган вампирдің жергілікті атауы. Юре Грандо ісі вампир атымен танымал. Сондықтан бұл тарихта вампир термині ресми түрде қолданылған алғашқы жағдай. Ауыл тұрғындарының айтуынша, ол түнде үйлерінің қасында серуендеп жүріп, есіктерін қағатын. Есігін ашқан адамдар көп ұзамай қайтыс болады екен. Уақыт өте келе адамдар қорқынышпен өмір сүруден шаршап, жергілікті діни қызметкері бұл мәселені өз қолына алуға бел буады. Ауыл тұрғындарын жинап, Юренің қабіріне барып басын шабады. Вампир жайлы оқиғалар Америкада көп болмаған. 1990 жылы Коннектикут штатында Гризбольд қабірінің қорқынышты оқиғасының ашылуына дейін. Онда 1700 жылдардағы фермерлердің денесі көмілген. Барлық фермерлердің денесі қарапайым болатын, біреуінен басқа. Мәйіттің басы кесіліп, қаңқасы көңілді Роджер түрінде орналасқан. Бұл қарапайым тоналған қабір емес делінеді. Себебі мәйіт қабірге көміліп, 10 жыл өткеннен кейін ғана қайта ашылып, басы кесілген. Және құнды заттар өз орнында қалған. Бұл оқиға көрші Джуэт-Ситидегі оқиғаға ұқсас. Онда шамамен 29 мәйіт өртеніп жерге көмілген. Бұл вампир індеті болар. Сол күндері вампиризмнің ең әйгілі оқиғасы. Туберкулезбен қайтыс болған Мерси Браун болатын. Ол қайтыс болғаннан кейін, оның туыстары ауырып, бірінен соң бірі қайтыс болады. Содан қабірін ашып қарағанда, мәйіт күдікті түрде жақсы сақталып, адамдар оны өртеуді ұйғарады. Бұл оқиға Шотландияның Глазго қаласында Горбельс зиратында темір тісті вампир пайда болды деген қасиеттерден басталды. Бұл вампир 2 баланы ұрлап кетсе керек. Бірнеше сағат ішінде зиратта вампир аулауға шешім қабылдаған таяқтар мен пышақтар сияқты қару-жарақтар мен қаруланған балаларға толды. Билік бұл жағдайды жалпы оқиға мен американдық комикстердің әсерімен байланыстырды. Мысалы, ертегілерден шыққан қиял сөздер. Бірақ соған дейін бұл кезеңде темір тістері бар вампирлер туралы жазылған комикстер болмағандығы айтылады. Түнде зиратта жүріп, балдармен қоректенген темір тісті вампир жайлы сөздерде бір тамшы болсын шындық бар ма? Әлде ойдан шығарылған ба? Әлде оны көргендеріне қуанып, ағаштап, қайта тозаққа қуғысы келген Глазго тұрғындарын көріп қашып кеткен нәрсе ме? Шын әлемде көптеген вампирлер болжанады.